Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай сырный суп дайындайтын боламыз. Ол үшін қазанға мұздай суды құйып, оған қажет етімізді салып, үстіне дәміне қарай тұз себеміз. Және де бетінде осындай пайда болған көпіршіктерді сүзгіштің көмегімен алып тастаймыз. Міне біздің етіміз әдемі болып қайнады. Енді осының үстіне картопымызды салып, картопты да жақсылап пісіретін боламыз. Әзірге біздің картопымыз дайын болғанша сухари дайындайтын боламыз. Мен сухариге бельгийский қара нан пайдаланамын. Оны 4 бұрышты кубиктерге бөліп турап, духовкада 200 градуста 10-15 минут пісіріп алатын боламын. Ал біздің сухариіміз дайын болғанша ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Ірімшік менде 210 грамм, ал картоп 4-5 дана. Бұл менде 3 адамға жеткілікті шығатын рецепт. Егер сіздің отбасыңыз үлкен болатын болса, мейлінше картоп пен ірімшікті көптеу қоссаңыз болады. Міне біздің сухариіміз де дайын болды. Енді сорпа мен картопты ыстықтай ыдысқа құйып аламыз. Етін салмаймыз. Бізге керегі тек ыстық сорпа мен картоп. Оның үстіне жаңа дайындап алған ірімшігімізді саламыз. Ыстық сорпаға ірімшік әдемі болып еритін болады. Одан соң блендердің көмегімен картоп пен ірімшікті бір келкі болғанша жақсылап езіп алатын боламыз. Міне осындай әдемі бір келкі масса шығуы керек. Өзі өте дәмді, өте тойымды, өте жұмсақ суп деп айтуға болады. Егер бұрын соңды сырный суп жасап көрмеген болсаңыз, сізге жасап көруге кеңес беремін. Өкінбейтін боласыз. Енді бетіне сухариімізді салып, әдемілік үшін көк петрушкамен әсемдейтін боламыз. Сіздермен болған Айданка Серікбаева, астарыңыз дәмді болсын.